Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздерді оңай монтаж марафонының 3-ші сабағында көргеніме өте қуаныштымын. Алдыңғы сабақтар ұнады деген ойдамын. Adobe Premiere Pro бағдарламасының жалпы түсінік қалыптасып, біршама үйреніп қалды деген ойдамын. Алдыңғы сабақтарда уәде еткендей, сіздермен бүгін біз футаждарды қалай қою, жасыл фондармен жұмыс, звуктарды қалай қою және оларды қайдан алу керек деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше сабағымызды кетіп бастайық. Ең алдымен әдеттегідей Adobe Premiere Pro бағдарламасын ашамыз. Міне біз Adobe Premiere Pro бағдарламасын аштық. Біз тағы да жаңа проект бастаймыз. Новый проект. Проекттің атын қойық. Оңай монтаж 3 деп қойсақ. Окей. Міне бізді Adobe Premiere Pro бағдарламасының жұмыс үстелі қарсы алып отыр. Ең алдымен сіздермен бүгін біз жасыл фон, яғни жасыл фонмен қалай жұмыс істеу керек, соны айтатын боламыз. Жасыл фонымызды басып алайық. Міне жасыл фонымызды басып алайық, мына бір қызды. Міне мына бір қызды басып алдық. Бұл бізде жасыл фон. Сіздерде дәл осылай артқы матаны өзгертіп, жасыл фон, яғни жасыл матаны білетін шығарсыздар. Соны қойып, осылай түрлі артқы фонды өзгертуге болады. Жасыл фонды өзгерту үшін арасын ашып, эффект бөлігінде мына жерде ультра ключ деген бар. Ультра ключ. Осыны алып келеміз де, біз видеоның үстіне тастаймыз. Сосын бізде мында пипетка шығады. Осы пипетканы үстінен түртіп, мышканың сол жағын түртіп, жасыл фонның үстіне келіп тастай саламыз. Сонда артқы фон бізде қарайып қалады. Енді артқы фонды өзгерту үшін қалаған мына жерден фонды аламыз. Қалаған фонымыз мысалы ретінде мынау болсын деге. Осы фон, дақатсы сосын қойық. Осы фонды артқа пайда болды. Енді размерін келтіре береміз. Осылай сіздерде артқы фонды өзгертуге болады кез келген видеолардың. Байқасаңыздар, жаңалықтар, кез келген бағдарламалар телевидениеде осылай жасыл фонынан түсіріледі, артқы фон кейіннен ауысады. Келесі бізде көрсететін бұл бізде от қалай қою керек, соны көрсетейік. Түтін отты. Мына отты алып келеміз де, мына жерге бай қоя салайық. Міне. Дәл осы сияқты түрлі футаждарды біз сіздерге қайдан алу керек, қазір көрсетіп беретін болам. Мына оттың размерін үлкейтіп күшейтуге болады бізге, мысалы. Мына отты былай жылжытып, алдында көрсеткендей оңға, солға үлкейтіп қоя салайық. Дәл осылай сіздер отты қойсаңыздар болады. Бұндай футаждарды сіздерге мен арнайы ссылкасын тастап кететін болам. Мына жерден алсаңыздар болады. Google дискте болады. Мына жерде әрқайсысына кіріп көрсеңіздер болады. Түтіндер, неше түрлі оқтардың міне түрлі эффекттер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Қазір оны әрқайсысына кірмей қойайын. Келесі эффект көрсете берейін. Келесі звук. Мысалы ретінде сіздер дәл осы жарылыс болған кезде интернеттен жарылыстың дыбыстарын басып алып, звук взрыв деп. Осының астынан мына жерге музыка ретінде қойсаңыздар болады. Мысалы жарылған кезде бір эффект беретіндей
музыкаларды қоя салсаңыздар болады. Келесі сіздерге дәл осындай бір эффектті көрсетіп кетейін. Міне мынау түтінді алып кеп, мына үстіне қоя салайық. Не? Жарылыс болған кезде, или артынан жарылғаннан кейін артынан түтін болады. Жарылыс болды. Артынан осылай түтін болып қалады. Дәл осындай эффекттер сіздер түрлі эффекттер қойып, видеоның әсемделуі деп айтайық па? Әсем болу үшін эффекттермен жұмыс жасау үшін осындай эффекттерді қойсаңыздар болады. Мен түрлі эффекттерді жаңа айтқандай ссылкаға тастап кетемін. Сол жерден кіріп көріп, басып видеоларыңызды жасай берсеңіздер болады. Келесі бізде сіздерге көрсетіп кететін жағдай, графика бөлігінде мына жерде эффекттер бар, эффекттер, түрлі эффекттер. Бұл мынау видеоға бетіне жазулар. Оларда осы жерде графика бөлігінде мына жерде сіздер ең астына байқасаңыздар, плюстың знагы тұр. Осы жерге басып, мен арнайы басып қойғам. Міне. Осылай көшіріп бассаңыздар болады. Міне. Мұнда шықты. Осыны алып кеп қазір. Мұнда тастай салсам. Не? Тастай салсам. Мұндай жазу шығады. Осы жазудың, басып алудың сіздерге әдісін көрсеттім қазір. Adobe Premiere Pro бағдарламасына керек әдіс. Бұларды қалай өзгерту керек екенін алдын мен сіздерге көрсеткен болатын. Осы жерден өзгерте бересіздер. Бұндай шаблондарды сіздер мына сайттан ала аласыздар. Adobe Stock деген сайт. Мына жерде түрлі шаблондар бар. Мұны қарасаңыздар, бұлай жазу шығады, мынандай жазулар шығады, осылай жазулар шығады, осындай жазулар шығады. Түрлі жазулар шығады. Осы жерден сіздер тегіні бар, және ақылысы бар. Тіркеліп, осы сайтына тіркеліп, регистрация жасап, басып алып, жаңағы көрсеткеніндей графика бөлігіне келіп, астындағы плюсті басып, сақтаған жерлеріңіздер, мысалы менде загрузка деп тұр ғой, осы жерден басып ала бере аласыздар. Достар, жалпы Adobe Premiere Pro бағдарламасының базалық білімін алдық. Бұл марафон 3 сабаққа созылды. 3 сабақта сіздермен біз ең керекті видеоға ең керекті дүниелерді үйрендік. Сіздер дәл осылай видеоларды жасап, үйреніп, болашақта өздеріңіздің керек Инстаграмға, керекті платформаларға, қазақ ютубын дамытып, осылай монтаждарыңызды жасап алсаңыздар болады. Баршаларыңызға рахмет. Баршаларыңыз осы оңай монтаж марафонды көргеніме өте қуаныштымын. Заманауи білімге ұмтылғандарыңыз үшін өте алғысымды білдірем. Келесі марафонда кездескенше барлықтарыңыз сау саламатта, аман есен болыңыздар.